Қайырлы уақыт, құрметті әріптестер. Бүгін біз Fitchsize сайтында спиральді мәтін жасау жолын үйренеміз. Ол үшін сервисті поисқа жазып аламыз. Бірінші спираль деп тұрған сілтеме бойынша кіреміз да өзіміздің жұмысымызды бастаймыз. Бұл сервистің жұмыс істеу мүмкіндігі өте көп. Тиындары бойынша бағалау, презентация жасау жолдары өте өздеріңіз көріп тұрғандай бірнеше пунктті қамтиды. Ал енді біз өзіміздің спираль жазуға кірісеміз. Бос тұрған жерге копировать етіп қойып алсаңыздар да болады, болмаса өзіңізге қажетті сөзді жазсаңыздар да болады. Сөзімізді жазып болғаннан кейін біз спираль мәтіннің формасын таңдаймыз. Формасын таңдау барысында екі түр беріледі: не дөңгелек, не болмаса жұмыртқа тәріздес. Өзіңізге қажеттісін таңдап аласыз. Содан кейін оның форматы қандай болады? Жылжыту арқылы форматын ауыстыра аласыздар. Енді осы қатемізді бір түзетіп аламыз да, осы жазған дүниемізді өзімізге жүктеп алуымыз керек. Ол үшін скачать батырмасын басамыз да, өзіміздің ноутбугымызға сақтап аламыз. Сол арқылы принтермен шығарып оқушыларға таратамыз. Бұл оқушылардың тізбектеп оқу, түсініп оқу барысында балаларды қызықтыру мақсатында қолданылатын сервис.